Сәлем достар, біз бүгін роза мантысын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге фаршына қажетті жуа тура аламыз. Фаршты осылай дайындап қойғанбыз. Ал енді жуаны осылай ұсақтап тура аламыз. Жуамызды турап болғаннан кейін картопымызды ашып, оны дұрыстап жуып, 4 бұрыштап турап аламыз. Картопымызды турап болғаннан кейін тұз себеміз дәміне қарай, бұрыш және паприка себетін боламыз. Әдемілеп араластырып аламыз. Қамырға келсек, бешбармаққа әзірлейтін қамырымызды дайындап аламыз. Содан кейін осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды әдемілеп ысып аламыз. Қамыр дайын болғаннан кейін осындай бөліктерге бөліп аламыз. Ал енді қазір мантымызға формасын жасайтын боламыз. Жаңағы турап алған бөлігіміздің ішіне фаршымызды саламыз. Содан кейін бүктеп, оны роза тәріздес қылдыртып жасайтын боламыз. Әдемі көріну үшін осылайша ашып қоямыз шеттерін. Мінекей біздің роза мантыларымыз дайын болды. Мантаваркаға майымызды құйып, осылай жайғастырып аламыз. 40 минут күтетін боламыз. Міне біздің тәтті мантымыз дайын болды. Осылай әдемірек қылдыру үшін біз укроп септік. Астарыңыз дәмді болсын.